Сәлем достар, эфирде үздік әзілдер. Әдетте мына бала отырып әңгіме соғушы еді, бүгін астынан су шықты ма деп ойлайтын боларсыздар. Жігітті елікке жетелейтін әрине қыздар. Бүгін гүл сатушылармен қатар сыйлық алып, қыздар да қуанатын, нәзік жандылардың көңілін тапқанға жігіттер де мәре-сәре болатын күн. Жайдарманға жайдары ажар беріп, сәнін келтіретін қыздарға бүгін мен жігіттердің атынан гүл сыйламақпын. Мен қыздарға гүл сыйласам, қыздар маған кім біледі? Сәлем Астана! Қымбатты қыздар, егер сізді автобусқа мінер кезде бірінші өткізетін болса, онда бұл сыйластық. Ал егер сізге оның қылықтары, оған сіздің қылықтарыңыз ұнаса, ендеше ол сүйіспеншілік. Ал егерде таңертең тұрған кезде төсегіңізге кофе алып келіп, сізге гүл сыйлап, жылы сөздер айтып, кешке мейрамханаға апарып сізге сыйлық беретін болса, онда ол махаббат емес. Ол 8 наурыз. Асаба жігіт өзінің қызымен кездесуде. Боспын. Ассалаумағалейкум тектелім, аман болсын ол қызарың деп тіледім, жан жақтан қиқылап ұрылған шапалақты, уағалейкум ассалам деп тіледім демекші. Сәлем жаным. Максим, бұрғы мен сенің асабалық қылықтарынан шаршадым. Менің жігітім бар, болды, осы күннен бастап біз айырылысамыз. Ертең мен тойым. Бәрекелді Айгүл, тойды кім жүргізеді? Мен жүргіз берейін давай кетсін. Құрметті көрермендер, біз бүгінгі ойында бір мәселені шешіп алмақпыз. Жігіттер, біз сіздерді мүлдем түсінбейміз. Неге сіздер бірнеше қыздармен жүресіздер да, бір нормальный қыз болса соған үйленем дейсіздер? Я Жанаргүл, мен сенімен толықтай келісемін. Азамат, айтшы сен, мына қыздың қай жері кем бакөлік? Мен сені түсінбедім, Бағжанат. Әбден жүріп келіп Мади, неге тастап кетесің? Еркош, Нұржан, сен түсінбедім, Ерхан. Жүрек аурат деп ойламайсың, я Саламат. Сөйлешеш, Рамазан, жауап бершеш, Марат, неге үндемейсің, Болат? Сенен көңілім қалды, Әсет, саған не жоқ есет? Не ойлап жүрсің, Қанат, сен вообще қуып кетті, Қуат. Асхат, неге келмей кетті, Нұрхат? Ол тек сені ғана жақсы көреді ғой, Мұрат. Құда тұқ қойып Ернар, неге алмай кетесің, Ануар? Мен сенен мұндайды мүлдем күткен жоқпын, Данияр. Негізі көп қыздар жігіттердің назарында болып, өз еркеліктерін көрсете білсе, жігіттен үнемі сөз естіп жүретін демеушіміз болашақ тобының арулары. Қыздар, мерекелеріңмен? Қыздар, ең болмаса көктем мерекесінде Нұрболхан құттықтаған шығар? Құттықтады, бірақ ұрсып, амал жоқ, енді соғанда мәз болып көніп жүр қой. Ал сіз? Ештеңе етпейді, мен жаңадан келдім. Айтпақшы, топтарыңда құрам өзгеріп жатыр екен, сіз қайдан кеп қалдыңыз? Мен Қызылорда қаласынан келдім, есімім Дина, осы демеушіміз болашаққа, осы келіп жатырмын. Жаңадан қосылып жатырмын. Негізі мен бүгін туған күнім. Туған күні, Онда құттықтаймыз, тағы бір гүл беріп қойын. Жалпы қыздар, мерекені өздерің қалай өткізесіңдер? Бір назар аударып қаламасын деп болады. Әшейінде жүре бересің ғой, мысалы, ал осы күні назар аударып бір гүл сыйлап, бір өзіңді күшті сезініп кетесің да, сөйтіп қарасам мен өз басым. Мен ортаның гүлі болып қаламыз да сол күні. Шынайы гүлі болып қаламыз сол күндері. Өздерің кімді құттықтадыңдар бүгін? Мамамды, әрине анамды, өзімнің жанымды. Жалпы әйел затына сай бүкіл адамды, анамды, әжемді, апамды, әпкемді, сіңілімді бәрін құттықтап жүрмін. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда бір жігітке 8 қыздан келеді дейді. Бұл жыл сайын өсіп жатыр. Ендеше көрейік, 2030 жыл дискотекада болған жағдай. Нормально ма? Жібер атыңды, жібер. Не ғой жігітім? Босқа тұрғанша, билеп тұрақты. Мен қызым бар, билемеймін. Ойбай, қызың қауырға емес қо, жұртта солымыз. Әңгіме жоқ қо. Билемеймін дедім ба, билемеймін. Сорпақ,
аяғың түсіп екен, билеп қояйық та, аяқ. Сен не деп тұрсың оңбаған? Ё-моё! Не, ондай емеспін. Да, ну! Гүлбану, той женщина, ой, не деп кеттім мен. Сен тәпіштеме, жүршпе? Жібер мен. Жібер. Түсінбедім, ё-моё. Жаным. Нұрболхан, не болып жатыр мұнда, Налар маған асылып атқан. Сестренка, мен жігітіме асылатындай кімсің сен, Сен маған қайдағы бір жігіт үшін әңгіме айтып қоясың ба? Ол қайдағы бір жігіт дефицит, менің жігітім. Қыздар, қылбай қойшы, жаным, мен саған түсіндірем бәрін, жаным, жүрші, мен саған бәрін түсіндірем, кет. Осыдан шығатын қорытынды, қыздар, жігіттер үшін бір-бірімізге әңгіме айтпай қояқшы. Мәселені бірге шешейік, көңіл алаң болмасын. 8 наурыз халықаралық мереке. Халықаралық топтың еркесі Диана ханымды да құттықтап қояйық. Ал Диана, мерекең құтты болсын. Енді әр елдің салты басқа дейді. Топтағы жігіттердің қайсының сыйлығы көңіліңнен шығады? Топтағы жігіт демекші, командамда бүкіл жігітке мен ризамын. Мәселе сыйлықта емес, мәселе сыйластықта демекші. Мен ең алдымен бұл кезде Самат ағаны айтқым келеді. Самат аға тобымыздың жаңағы команда капитаны болғанымен, әрі жетекшіміз. Әрқашан жыл сайын бір сыйлық сыйламаса да өзінің ерекшелік жылылық сөздерімен өте таңғалдыра біледі. Әрқашанда сыйлай біледі, құрметтей біледі. Сол кісіге ризамын. Тек қана ол кісіге емес, командамдағы жігіттеріме де өте қатты ризамын. Үндістерде ұмытпай, яғни Билеп бере ме үндістер? Ұмытпай, қоңырау шалып, яғни құттықтап отырады. Ризамын жалпы. Жалпы өзіңе қандай сыйлықтар ұнайды жалпы өмірде? Маған бұл өмірде шын айтсам, шын ниетпен гүл берілсе, оның өзі де бір ерекше таңғаларлық жағдай. Маса сыйлықтарға мәз көңіл бөле алмаймын. Мен шын көңілмен беріп отырмын гүлді. Рахмет. Сіздердің ауда білмеймін, біздің ауда аялдамада бар. Аялдамада болған оқиға. Жігітім, сізбен танысуға бола ма? Мен көшеде қыздармен таныспаймын. Танысайықшы енді, менің атым Сабина. Не? Танысайық дейді, бірдеңке десей. Таныса бер, маған не дейсің? Намыссыз, қазақтың жігітіне келіп танысайық деп тұр. Сенің мен сияқты ағаң бар шығар, бірдеңке десей? Не дейм? Саған келіп тұр ғой, танысайын деп. Сен намыссыз екенсің. Десей бірдеңке. Не дейм? Мен қайдан білейін? Қазақстан Республикасының статистикалық мәліметтері бойынша бір жігітке 7 қыздан келу керек. Сондықтан өзге ұлттың қыздары біздің жігіттерге келе бермеңдер. Өзімізде жігіттерге жармай жүрміз. Көшеде жүру ережесі сияқты, келіннің де үйде жүру ережесі болады. Ауылда болған оқиға. Таңертең мен бір сұлу қыз суға келеді. Суға келеді. Ат жетекте бір жаш... Бұл жерсіз ұнайы, үй өртенетін болды ғой. Міне достар, үздік әзілер өз соңына таяп қалды. Нема? Нұреке, біз түсінбе? Иә. Бәріне гүл беріп, бізге келгенде таяп қалды деп. Бітіре салып. Не сонда о қыздардан біздің қай жеріміз кем? Қайда артық? Айтыңдаршы қызы? Бізге гүл бермейсің сіз? Кәм, өлгенге тепкен көп па? Қазір микрофонын ұстай тұрмын. Ең болмасы, осы жерден асып. Мерекеңмен. Рахмет. Енді мереке қалай өтіп жатыр? Жалпы біздің ең жек көретін мерекелеріміздің бірі бұл. Жақсы көреміз негіз. Жалпы ойлап қалмаңыздар енді бұлардың жігіті жоқ екен деп. Жеке өзімнің жігітім бар. Ай десе аузы, күн десе көзі, өзім де сондаймын ғой. Бірақ мына қыздардың жігіті жоқ та.
Енді одан кейін амал жоқ, мен де оны тастауыма тура келді енді. Мен сыйлық алып жүрсем, мыналар амасы бір жер қиын ғой енді. Тек қана қыздар бір-біріне сыйлық сыйлай ма, бір-бірін мерекемен құттықтай ма, жоқ әлде тек қана жігіттерден сыйлық күте ма? Әрине өзіміздің арамызда да бір-бірімізге сыйлық сыйлаймыз, бірақ жігіттерден де сыйлық келіп тұрады. Өтірік сөйлемейік, өтірік сөйлемейік. Жоқ, біз бір-бірімізді құттықтамаймыз, бірақ жігіттерден күнде бірақ өз басым сыйлықтар алып тұрам. Қалай кетіп Бүгін әркім өзіне жауап беріп жатыр. Жоқ, енді жалпы жаңағы намыстап кеткен түрлері ғой бұлар. Жалпы енді ойнап айтамын, бәрінде жігіттер бар. Түрлері онша емес болса да бар ғой айтам. Сыйлық алып тұрады, әр 8 наурызда біз күшті сыйлықтар алып тұрамыз. Мысалға алып тұрамыз. Не істейміз оны? Мысалға бүгін қандай сыйлық алдыңдар? Мен мысалға өзіммен бірдей ойыншық алайын деп жатырмын. Енді жалпы ондай ойыншық шыққан ба? Шықса аламыз, Құдай қаласа. Қыздар, мерекелеріңмен! Сонымен құрметті көрермендер, Астана демекші, мен өз басым Астананың адамдарын телевизордан ғана көргем. Бүгін міне сіздер тікелей көріп отқаныма шын жүректен қуаныштымын. Осылай сіздер тікелей көруге себепші отқан сіздердің әкімдеріңізге рахмет. Мен құрметті көрермендер, сіздердің әкімдеріңіз алтын адам ғой. Ну енді Алматыдан жаман адам келмейді ғой, былай қарасаң. Алматы деген кейін сіздер ойлаған шығарсыздар. Алматы өнер ордасы, мәдениет ордасы болғаннан кейін бір қыз жібектің қылығындай, баянның бұрымындай, еңліктің сынығындай, қасы көзі қиылған белдер үзлейін деп тұрған қыздарды ойлаған шығарсыздар. Өз басым Алматы дегенмен өз басым Жетісайданмын. Жоқ. Жоқ, менің деді, сіздер жат, қыздар, сіздер жат, қай жерденсің дегенде Алматы, Астана деп айтқым келеді. Бірақ түрім жібермейді. Түрім бәрібір Жетісай деп жанып өшіп тұрады. Астана! Ақорда! Қыздар, бәйтерек! Қыздар, бәрін қойыңдаршы, Есен ағамен суретке түсеміз. Тфәй, өз бастарына кетсін. Әй, не істеп тұрсыңдар? Ай, күйдіргілер, көріп тұрсыздар ғой, Бұлар әр қалаға барғанда әр түрлі қылық шығарады. Өткенде Шымкентке бардық. Сөйтсем, өздерінше қорқып жүр бір. Не болып қалды десем, мереке дейді. Бізді Шымкенттің жігіттері апқаш кетеді дейді. Как будто Шымкенттің жігіттерін бұлардан басқа істейтін жұмыс жоқ та, Енді Астанаға келіп істеп тұрған қылықтарымнан күйдірді судан қойыңызшы. Сонымен құрметті көрермендер, сіздерді жоқтан бар команда құрамымен таныстырып өтсем. Жадыра бұл бүгінгі ойында әкімнің кубогын алу үшін барлығына барады. Солай ма, Жадыра? Иә. Суға бар, кешір. Жансаяның жігіті біздің команданың демеушісі, Жансаяның жігіті. Жансая, спасибо тебе большое. Мереке, дәл менің... Пожалуйста, молчай, Жаннұр енді бұл біздің команданың ақын жазушысы. КВН тілімен айтқанда сценаристі. Жаннұр енді Астанаға бүгін бір нәрсе алып келді ме, бар ма? Бар. Тамашалаңыздар алдарыңызда военкоматта болған жағдай. Ой! Қандай военкомат саған? Қандай военкомат? Сатырларыңыздар военкомат туралы не көрсетеміз? Тағынандай формамен. Жоқса қай заманда көрдің қыздардың военкоматқа барған? Болмайды басқасынша. Онда басқасы бар. Тамашалаңыздар алдарыңызда Сен сұлу бағдарламасы. Сеніңіз мені өлтіріп жіберткенсің бұлай, Сен сұлу бағдарламасы бопты. Одан соң отырған көрермендерден сұрақ тумай ма? Кім сұлу деген? Кімді көрсетесіңдер сол кезде тағы да мені ма? Сонымен құрметті көрермендер, біздің командамен таныс. Мереке. Мен ше. Сен кімсің? Айгерім. Неге бүгін жай келдің? Ата-енеме шай бердім. Ой, бір салт дәстүрге сай келдің. Мереке. Мен халықаралық әйелдер мерекесінде тек қана ауылдағы келіншектерді, әйелдерді құттықтағым келеді. Сіздердің күйеулеріңіз айтқандарыңыздан шықпай жүре берсін. Құрметті сұлу да сымбатты қыздар. Сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ау?
сұлу емес қыздар болмайды. Сұлу емес қыздар табиғатта жоқ. Сондықтан да барлығыңызды мерекелеріңізбен. Ау? Сені де мерекеңмен. Сені де мерекеңмен. Мерекелеріңмен құрсын қыздар. Үнемі жігіттерінен сөз ести беретін қыздар. Тағы да сөз естігілеріңіз келсе, маған келіңіздер. Айтпақшы, мерекелеріңізбен. Құрметті ана, сізді 8 наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Өз анаңды ғана құттықтағансың ба? Барша аналарды құттықтаймыз. Мейраммен анашым. Қыздар, мейрам құтты болсын. Бақытты болыңдар, қаңғымаңдар ал. Мен Қазақстанның 130 ұлтының қыз келіншектерін бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Әрдайым көктем сияқты құлпырып жүре беріңіздер. Құрметті әжелер, апалар, тәтелер, қыздар, келіншектер, жеңшелер, құдалық, жекжат бәріңе жалын сәлем. Мерекелерің құтты болсын. Ауырмаңдар атак. Мың жасаңдар. Сендерге вперед, вперед! Ансамбль жаным құрамында өзінің туған ауылын өте қатты сағынып жүрген қыз. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Шәпік. Ау, мен сол Айгүлге арнап өлең шығарып оқысам бола ма? Болады. Кештен кеш жақсы дейді, кеш болса да айтайын. О, Айгүл, сен менің ең алғашқы махаббатымсың. Пішен келді де арамызды бычыт қылды. Пішен, сен білмейсің ғой арамызда не болғанын. Айгүл, мен сені сүйем. Қуаныш, ау, менің де жақсы көретін қызым бар еді. Соған арнап өлең шығарып бересің бе? Аты кім? Сәуле. Сәуле, сен менің ең алғашқы махаббатымсың. Пішен келді де арамызды бычыт қылды. Пішен, қойшы ішіні бір емес, екі емес. Пішен дейінгі есір. Өзі көп алмашеш, братан. Сәуле, мен сені сүйем. Міне, үздік әзілдерде өз соңына таяп қалды. Бағдарлама соңында өз анамды шын жүректен бүгінгі мерекесімен құттықтағым келеді. Және де әпкелерімді, қарындастарымды, қыздарды бүгінгі көктем мерекесімен құттықтаймын. Қыздар мерекелеріңмен, жігіттер, қыздарды қорыққанымыздан емес, шынымен де сыйлайықшы. Келесі аптада үздік әзілдерде кездескенше